Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын Наполеон тортының видеосымен сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қамырын илеп дайындап аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұн және де сапасы өте жоғары сары майымызды блендерге салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Дәл осылай бөліктерге бөліп, шетінен яғни 3 бөлікке бөліп араластырамыз. Арнайы теркадан өткізіп отырудың қажеті жоқ. Бәрін жақсылап ұсақтап алғаннан кейін міне бізде осындай крошка дайын болады. Бөлек ыдысымызға 20% кілегей және де жұмыртқамызды қосып бәрін араластырып аламыз. Және де осы дайындаған қоспамыздың арасына салып, қасықпен бәрін жақсылап араластырып, тез-тез қамыр илейміз. Қолымызбен көп ұстаудың қажеті жоқ, өйткені қолдың жылуымен сары май еріп кетуі мүмкін. Сондықтан тез-тез домалатып, жұмсақ қамыр илеп, ыдысқа салып, 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Міне 1 сағаттан кейін қамырымызды алып теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бұл жерде менде 2 торттың порциясы, біреусін морозилкаға салып қойсаңыздар болады. Кез келген уақытта алып дайындай бересіздер. Ал екінші бөлігін теңдей етіп енді 12 бөлікке бөліп аламыз. Әрқайсысын домалақтатып, тағы да сыртын пищевая пленкамен жауып, жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Енді осы әр бөлікті бір-бірден пергамент қағаздың үстіне сәл ұн сеуіп, жұқа етіп жайып аламыз. Бірден домалақтатып жайып алсаңыздар да болады, немесе кең етіп жайып үстін кольцомен өлшеп кесіп алсаңыздар да болады. Менде диаметрі 18. Артық қамырын бірге пісіріп алсаңыздар да болады, не алып тастап жаңағы екінші бөлік қамырға қосып қойсаңыз да болады. Міне бізде 12 корж дайын болып пісті, өте жұмсақ болып шықты. 180 градустағы пешке 20-25 минутта қызарғанша пісіріп аласыздар. Енді крем менде сапасы жоғары сары май, алдымен ағарғанша миксерлейміз, кейіннен үстіне қойытылған сүт қосамыз, яғни сгущенкамызды қосамыз. Сгущенканың да сапасы өте жоғары болуы керек. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Әр коржның үстіне 2-2,5 қасықтан кремімізді жағып, тортымызды жинап шығамыз. Бұл менің дайындап жатқаным, яғни порцияның жартысы. Жартысын мен морозилкаға салып қойдым. Және описанияға осы 2 порцияның полный рецептін жазатын боламын. Бәрін жинап болғаннан кейін үстіне пищевая пленкамен жауып, 1 түнге қойып қоямыз холодильникке. Ертесінде алып, яғни сыртын әсемдейсіздер. Мен сыртын, яғни 33-35% кілегейді қант ұнтағымен миксерлеп алып крем жасадым. Үстін тегістеп осылай креммен жағып шықтым. Торттың сыртын әсемдеу енді өз еріктеріңізде. Мен арнайы осы тірі гүлдермен және де сахарная бумага жазып, посыпкаларды сеуіп әсемдеп шықтым. Сіздер, яғни қамырдың жаңа крошкасын пісіріп алып, үгітіп, соны да бетіне қойып әсемдесеңіздер болады. Міне біздің Наполеон тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, дәмі ерекше. Ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет.